Ассаламуалейкум бәріңізге, қалайсыңдар? Мен сендерге бүгін Америкадағы біздің бір айлық шығынымыз туралы айтып кеткіміз келеді. Бір айлық расход. Бір айлық расход ол меніңше кез келген жерде табыс қанша табасың, сонша шығыс шығады деп ойлаймын. Біздің Америкада қазір кезде табысыма байланысты бір айлық шығынымызды айтып кеткім келеді. Бір айлық шығынымыз. Америкадағы бірінші очередьте шығынымыз ол үйге төлейміз, міндетті түрде үйге. Үйге біз $1400 төлейміз. $1400 однокомнатная квартира плюс мусорға. Однокомнатная квартира где-то $1375 төлейміз, плюс $25 мусорға төлейміз. Квартира $1400 шығып тұрады. Екінші комуслугаға төлейміз. Комуслуга суға біз $50 төлейміз среднем, плюс светке $50 төлейміз. Где-то $100 шығады. Общий квартира комуслугасымен $1500 шығады. Әрі қарай тамаққа біз 2 адам, бала мен 3 адамға біз примерно 2 адамды есептегенде примерно $250-300 кетеді тамаққа. Содан кейінгі үшінші ол ұялы байланыс, телефон. Мына жақта телефондар өте, қалай айтсам болады, біздің немен есептегенде қымбаттау болады. Енді бір тариф, где-то тариф $40 басталады. $40, $50, $60. Біздікі $50 тариф. $50 ішіне безлимитный интернет, безлимитный қоңырау шалу, безлимитный SMS жазу кіреді. Біздің үйде 2 телефонға где-то $100 төлейміз. Төртінші медстраховка. Медстраховкаға біз өзімізге жеке төлемейміз. Бізде сондай страховка, плюс баламызға $20 төлейміз. Медицинский страховка. Америкада негізі медицинский страховка болған дұрыс. Өйткені медицина өте қымбат. Сондықтан медстраховка болу керек. Ал егерде біз төлейтін болсақ, жеке өзімізге алатын болсақ, где-то минимум $50 төлейсің, где-то средний негізі бір адамға $150-200 медстраховка. Бірақ біз төлемейміз. Үшінші машинаға бензин. Мен машинаға бензин где-то айына $50-60 құям. Мен өзім машинам сондай көп жемейтін машина. Содан кейін машинаның страховкасы. Мына жақта негізі страховка кез келген нәрседе бар. Машина, үйге, любой, кез келген телефонға да страховка жасайды. Сондықтан біз машинаға айына где-то $150 төлеймін машинаға страховка. Машина өйткені мына жақта страховка қымбат. Мен машинаны бірінші рет айдап жатқандықтан Америкада страховка кішкене сәл қымбаттау болады. Содан кейін қыдыруға біздің расход, біздер қыдыруға Орландо қаласындағы 4 паркті алдық. Дисней парктері, ол туралы отдельный видео түсіруге тырысам. 4 парк біз круглый год безлимитный не алдық, билет алдық. Где-то айына $35 шығады 2 адамға. Сұлтанға, балама бесплатно. Содан кейін біз үйді үші, плюс тұрватқан үйімізді страховка жасадық. Тұрватқан үйімізді страховка істедік, ол где-то $12-15 айналасына шығады ай сайын. Жалпы расходымыз осы. Осы расходтардың бәрін есептеп келгенде айына $2100-2200 кетеді. Ай сайын расход біздің қазір кездегі. Осы жалпы. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңдар, міндетті түрде жауап беруге тырысам. Ұнап жатса лайк басыңдар, каналыма қосылыңдар. Әрі қарай видео күтіңдер. Рахмет көп-көп, сендермен болған Асхат Америкадан. Бай.